Саңқылымдар жанын беріп бабалар, сақтап келген айкөл қырғыз елден біз. Берекесін төгіп тұрған ажайып, бақуатты асыл қымбат жерден біз. Берекесін төгіп тұрған ажайып, бақуатты асыл қымбат жерден біз. Ариетін бекем қармап ұрпағың, аталарды сақтап келген орасың. Ардақталып төрімізде тұл болып, ақсақалдар бата беріп қубансың. Ардақталып төрімізде тұл болып, ақсақалдар бата беріп қубансың. Өзімдің ене тілің жөнінде сынақ тапсыру дегеннің өзі мындай бір қызық жарақ. Билбейм, мен үшін сынақ, мен ойлонғанда жоқпын. 1 секундқа ойлонғанда жоқпын, бұл сынақ бар деп. Мындан 6 жыл башта түз эфирде сынақ тапсырғанбыз. Ең жоғарғы бағаға ие болғанбыз, сыймықтанабыз ошону менен. Быйыл ошол түз эфирди жок кылып коюп тур. Бирок ошону түз эфирди калтырса болмок. Себеп ар бир адамдын сүйлөө жөндөмүн, жазуу жөндөмүн, өз оюн айта билүүнүн жөндөмүн бүтүндөй кыргыз журтчулугу түз эфирден көрүп турса жакшы болмок. Эми бул технология өзгөргөнүнө жараша азыр ошол компьютерлерге киргизип коюп тур. Туура жоопторду табуу жөнүндө. Жеңил деп айтпайм, бир топ оорчулугу бар. Биринчи бөлүгүндө 100 балл болбой 99 болуп калды, ошол өкүнүчтүү. Неге? Себеп баягы бир сүйлөмдү мындай түзсөң да туура келет, башка сөздөрдү колдонсоң да туура келет. Окшош сөздөр колдонулгандыгы үчүн ошол жерден кетип калдыбы деген ой бар. Бирок 99 да жаман эмес. 60-тарга караганда дурус, рахматташ керек, Кудайга шүгүр деп. Негизи мындай сынактар болуш керек, жалгыз эле президенттерге эмес. Депутаттыкка барам деген азаматтардан да ушундай сынактан өтүш керек. Министр болом деген азаматтар да ушундай сынактан өтүү керек. Жетекчилердин баарын ушундай сынактан өткөрүп коюу зыян келтирбейт. 2017 жылдын 3-августундагы 6 чечимине ылайык буйрук кылам. Төмөндөгү Кыргыз Республикасынын президенттин кызматына талапкерлерге Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин B2 деңгээлинде билгендиги жөнүндө сертификат берилсин. Мадумаров Адахан Кинзамбаевич. Thank you.